Құрайлар һәм башка үрмәле музыка уен кораллары. Алдагы лекцияда сөйләп үткәнчә, әлеге музыка уен кораллары безнең күптән кулланылышта булган. Шул исәптән борынгы гасыр, ягъни 9-нчы гасырга кадәр, урта гасыр чоры, 10-нчы гасырдан 18-га кадәр һәм инде 18-дән алып безгә кадәр яңа гасыр чорында да әлеге уен кораллары кулланылышта булган. Нендиләргә бүленә? Гомумән әйткәндә, без аны алда да әйтеп үттек, корайлар бүленә. Гади әйткәндә, сыбызгылы, башына сыбызгы урнаштырылган һәм сыбызгысыз корайлар. Кайсылары безнең халкыбызның мәдәниятендә сакланган. Күпләрегез әлеге корайны әйтер башкорт корае дип. Бер яктан караганда дөрес фикерләү, чөнки ул аларның мәдәниятендә, аларның музыкаль мәдәниятендә сакланган музыка уен коралы. Икенче яктан караганда музыка уен коралларын милләткә бүлү дөрес микән? Чөнки шушы уен коралы бездә дә булган, билгеле бер чорда. Башкорт дусларыбызда ул хәзер бар, казак дусларыбызда бар, хәзерге дәврдә дә исеме генә башка чыгатала. Кыргыз дусларыбызда, үзбәк дусларыбызда һәм башка бик күп тугандаш халыкларда әлеге музыка уен коралы бар. Шуңа күрә гомумиләштереп, сыбызгысыз корай дип кенә әйтеп үтәм. Сыбызгысыз корай. Мен сезгә алдагы лекцияда сөйләп үттем, уен коралы ничек барлыкка килгән әлегә, име? Искә төшереп үтәм. Безнең үсеп утыра 2 метрлы үсемлек кура дигән. Шул урталай санадагы ишек куышлыкка җилгән дәврдә безнең инде еракта шундый яңгыраш барлыкка килә. Әлеге сыбызгысыз корайның, көпшә корай дип әйтсәк була, көпшә корайның иң төп аермасы нәрсәдә? Көпшә корайның иң төп аермасы шунда ки, без уйнаган дәврдә безгә мелодияга, көйгә кушылып, җил тавышы дагы бар. Хәзер сезнең игътибарыгызны шуңа җәлеп итәсем килә. Мәсәлән, мин аңа өрәм. Уйнаган дәврдә игътибар иткәнсездер, безнең уен коралы белән бергә җил тавышы яңгырый. Ул үзенчәлекле, билгеле бер аһәң, атмосфера, ягъни мөхиттә биреп тора. Әлеге үрмәле музыка уен коралында, русча әйтсәк инде, духовой музыкаль инструмент, көпшә корай дип атала. Сезгә яңгырашын күрсәтеп үтәсем килә. Шулайрак яңгырый әлеге музыка уен коралы. Әйтеп үткәнчә, безнең халкыбызның мәдәниятендә булган, аны үзләштергән мизгелдә безнең композиторыбыз, данлыклы композиторыбыз Солтан Габаши дагы әлеге музыка уен коралына мөрәҗәгать иткән. Ул төрле авыллар буйлап йөргәндә, шушы музыка уен коралында уйнаган 100 ел элек дип әйтәсем килә, 100 ел элек йөргән инде ул. Шушы музыка уен коралында уйнаган гади халыкны күргән. Күбрәк аның сүзләренә карасак, әлеге уен коралында шул исәптән кызлар да уйнаган, ханымнар дип әйтәсе килә инде, ханымнар да үзләштергәннәр әлеге уен коралы. Тагын шушы уен коралы нигезендә ясалган башкачарак аталган музыка уен коралы бар. Үрмәле, ул да булса Нугай корай дип атала. Нугай дигән, Нугайлар дигән кабиләне, халыкны беләсездер инде. Ул алар җирлегендә генә кулланмаган. Ул халык сөйләмендә Нугай корай дигән исем кирип калган. Асылы нәрсәдә ки, без әлеге көпшә корайда инде тишкә куеп уйнасак, тишкә куеп яңгырашын чыгарсак, Нугай корайда менә бу алгы ягында бер тишек бар. Шул тишеккә өрү нәтиҗәсендә безнең һава икегә бүленә дәген, яңгыраш барлыкка килә. Гомумән музыка уен коралларының, үрмәле музыка уен коралларының яңгырашы нәрсәдән чыга? Ул безнең монда инде әзрәк фәнни өлкәгә дә калып үтәсем килә. Физик яктан карасак, безнең һаваның икегә бүленеше бар. Мәсәлән, мин хәзер корай белән һава аша үткәрәм икән. Без аның яңгырашын ишетәбез. Монда да шул хәл, әмма дә ләкин безнең басым зур булу нәтиҗәсендә һава тизрәк икегә бүленә һәм безнең корай яңгырый башлый.
Келесі музыка ойын құралы ол да болса, неше ойлайсыз? Дұрыс, қурай. Шул есептен исеме шундан келіп шыққан, бұл енді заманча варианты deyip айтсақ тагын ялғыш болмас. Заманчалаштырылған варианты. Чөнки әлеге ойын құралында, яғни сыбызғысыз қурайда, күпша қурайда көпшілік кіші тауыш шығара алмай. Аның өзінің ысулы бар, екі чарасына қойы білме. Әлеге қурайда, яғни сыбызғылы қурай деп айтабыз енді ғади айтканда, ғади халық, балалар шул есептен музыка тауышын, музыка құралының тауышын шығара ала. Мұның үшін бізге не бар үргегіне керек? Нәрседен ғибарат әлеге музыка құралы. Шулай ук негізден, яғни қурадан, есейінде ағаштан ясалған негіз, негіздің башында орнаштырылған сыбызға, свисток, һәм негіз тишілген. Тишілу нәрсеге керек. Қазір енді аңлатып өтем, бұл ғұмым музыка құраларына қағылышлы, шул есептен үрмәлі музыка құраларына қағылышлы қанун, закон. Біздің тишек ол кейіні ойнар үшін керек. Кей неше келіп шығасың? Кей келіп шыға біздің қурай, яғни музыка құралы қысқарған мезгілде біздің яңғыраш юғарыға таба бара. Музыка құралы не қадар қысқарақ, яңғыраш шул қадар юғарырақ. Мәселен, тишеклер. Мен қазір қурайны алдым қолыма. Ойлап қарасақ, бүтінісі ябық болған дәуірде қурайның ұзынлығы шушындай. Һәм мен бір тишекні ашам астаға, қурайның ұзынлығы енді мына бұл тишекке қадар қысқара, чөнки біздің хауа оннан шыға башлайды. Һәм шулай давам ете, менің қурай ғұмумән қысқарып біті. Мәселен, бірні аштым, екіні аштым, үшні. Біздің қазір хауа мұндан шыға. Қурайның ұзынлығы мұның қадар еткені қабыл етеміз. Шулай үске міну давам ете. Яңғыраш мисалында ол нешек болашақ? Біздің ойын құралы қысқару дәуірінде яңғыраш жоғарырақ болды. Екінші қурай мисалында көрсетем. Аңлағансыздар, тишек ашыққаш біздің қурай қысқара һәм хауа шуннан шыға башлайды. Сыбызғылы қурай. Ол біздің мәдениетімізге, біздің халқыбызның музыкаль мәдениетіне шағыштырмаша көптен түгел кірген музыка ойын құралы. Шушының негізінде бір башына сыбызғы орнаштырылғаш кірайымы. Қурай ғұмумән бик көп материалдардан ясала, қазіргі дәуірде темірден, пластмастан һәм башқа бик көп түрлі материалдардан ясала, шул себептен сүйектен де. Әмма ләкин ең бірінші ойын құралары қура деген өсімдіктен барлыққа келе. Қураның бір башына сыбызғы орнаштыралар. Анары енді біздің ұстара бара деп етеген, ұстара барған дәуірде музыка ойын құралын оғаштан ясалар, шуның мисалы. Андан соң енді теміршілер барлыққа келе, теміршілер өзләштіргештің сонарларын ойын құралы темірден ясала башлай. Темірден, алюминнен. Сіздің көз алдығызда шулық сул білән яңғырый тұрған сыбызғылы, яғни темірден ясалған музыка ойын құралы. Яңғырашына келгенде сіз аңлап өтәсіздер, біздің ағаштан ясалған қурай білән темірдің айырмасы бик нық болашақ. Сәбәбі шунда ки материалда. Біздің ағаш материалда тауыш, жил тауышы әзгіні де болса, біздің яңғыраш шундай вакуумный, матовый, яғни шундай йомшақ тауыш болса, біздің темір қурайда енді ол сызғырып шығашақ, яңғырап шығашақ. Айырмасы шунда ки. Тағын бір ағаш қурайда яңғырап өтем. Келесі музыка ойын құралы. Нәрсе деп ойлайсыз? Дұрыс, қурай. Қурайлар қисасын давам етіп, қазір сіздің алдыңызда ағаштан ясалған балалар үшін қурай. Сыбызғылай ма? Айырмасы бек зор. Размерда дағы, яңғырашның ысулында дағы. Әлігі ойын құралы енді шушындай қурайның негізінде ясалған, әмма ләкин кішкене. Мен сізге лекцияның ортасындарақ, башындарақ айтып өткенім, біздің ойын құралы қысқара барған сайын, яңғыраш юғарыға міне. Ойлап қарасаңыз, мұның қадар қысқа яңғыраштан башлайбыз, һәм ол тағын қысқара, тағын яңғырашын өзгерді. Қолдарымда олда көрсетіп өткен ағаштан ясалған қурай. Сыбызғылы қурай екенді сызықлап өтем.
Сіздің игътибарыңызға Жанқай Жанаш деген бұрынғы татар халық күй яңгырады. Хәзер инде минем кулларымда тимердән, ягъни алюминнән ясалган курай, сыбызгылы курай. Сіздің игътибарыңызға татар халқының Галия Бану деген күй яңгырап бетте. Хәзер исә минем кулымда агаштан балалар өчен ясалган курай, сыбызгылы курай. Сіздің игътибарыңызға башкорт халык күйі Гүлназира. Әйтеп өткәнчә, көпшә курай безнең җил яңгырашы белән бергә бара. Хәзер сезгә шул яңгырашны кире күрсәтәсем килә, ничек ул җил тавышыннан көйгә күчә һәм көйдән җилгә күчә. Игътибар белән тыңлагансыздыр, ишеткәнсездер, әлеге курай безнең җил тавышы белән бергә яңгырый. Хөрмәтле караучылар, укучылар, дисәк тә була инде, сез миннән ниндидер күләмдә гыйлем алсагыз, без әле генә шушы лекция дәверендә дәвамында курай дигән музыка коралына мөрәҗәгать иттек. Курайның әзрәк килеп чыгышы, ысуллары, бүлемнәре, нәрсәгә бүленә, нәрсәсе белән аерыла, шуны өйрәнеп үттек, ассызыклап үттек. Әлеге уен коралының бер өлеше дисәк тә була инде, безнең халкыбызда сакланмаса да, сыбызгысыз курайлар, ягъни көпшә курайлар. Безнең халкыбызда сыбызгылы курайлар сакланган һәм ул хәзерге дәвергә кадәр үз эшчәнлеген алып бара, үсү өстендә эшли. Шул исәптән ахыргы елларда безнең көпшә курайларга, курай дип кенә әйтсәк тә була инде, халкыбызның мөрәҗәгате уяна башлады. Әлеге уен коралындагы, Алла бирсә, кулланылышка мәдәниятебезгә югалган эзләре буйлап кертеп, нигезләр булдырып үстерергә кирәк. Һәм без аны сезнең белән үстерәчәкбез.